Оқушыларымыздың дайындығы жақсы, тиянақты дайындықпен келді. Әрине, осындай үлкен жарыстарда өз-өзіне деген сенімі мықты, алдына қойған мақсаты анық, оқушылар жеңіске жетері сөзсіз. У нас проходила интенсивная подготовка, детей готовили в основном по формату IELTS, так как это самый более распространенный вид экзамена, к которому готовят детей. И так как это английский язык, то, естественно, у нас направление по 4 навыкам. Это говорение, аудирование, чтение и письмо. Мектептенің арасындағы желілік олимпиаданың бірінші турын жазып біттім. Аса қатты қиын болған жоқ. Менің ойымша ол менің дайындығыма байланысты болды. Мектеп кезінде соңғы айда көп дайындалдым, алайда осы демалыс кезінде өзіме моральды да, физикалық та демалуға өзіме мүмкіндік бердім. Данная олимпиада нацелена на отбор лучших из лучших. Английский язык – предмет, который мы должны изучать, который мы должны знать. Это средство международной коммуникации и общения. В принципе, я считаю, что это один из самых важных предметов. Я считаю, что олимпиада по английскому – это не только умственные качества, это не только ваше знание английского, но это ваша готовность вступать в новый мир. The Olympiad is not only about intelligence, but also mental endurance. When I came here, I was confident in my abilities. The school has provided me with a comfortable room, with a very atmospheric group of people that helped me calm down. Today I came here relaxed. I came here to win. Olympiads have their winners, and Olympiads have those who don't win. I think it's a good chance to challenge myself. It's a good chance to see what improvements I can make to be better. And if I could give an advice to those who are going to be participating in Olympiads or like testing something, it's a good thing to give yourself a day off, focus on yourself, let yourself relax, and come to the Olympiads totally confident in your abilities and just excited.